Әже, бұл кітапты неліктен қойдыңыз? Оның үстіне бұлар шаңға толы екен. Ой, балам, бұл кітаптың саған берер пайдасы көп. Шаң болу себебі қазір ешқайсың оқымайсыңдар. Содан шаң болып тұр. Әже, қазір бізге бұл кітаптың мүлдем қажеті жоқ. Мына телефонды және ноутбукты жақсы білсеңіз, қазіргі заман сенікі. Қызым-ау, осы телефон менен компьютерің білім болды ма? Нұрсұлтан Назарбаев елбасымыз айтқандай, барлық білім кітапта. Кітапты көп оқысаң, сен бәрін де меңгересің. Әже, біз бұрын мектепте оқитын едік қой кітапты. Ал біз қазір телефонмен өтіп жатырмыз, оның барлығы коронавирус індетінің кесірінен. Қызым-ау, осы аурудың коронавирусының бәрі осы компьютер менен телефоннан шығып жатыр. Біздің уақытымызда қандай еді? Кітапты біз библиотекаға барып, очередке тұрып алып, оқитынбыз. Сөйтіп оқып сол жерде айтып та беретінбіз. Қазір ешқайсың кітапқа қарамай жатырсыңдар. Әже, сіз неге түсінбейсіз? Ол сіздің заман, ал бұл біздің заман. Біздің заманда ешқандай адам кітап оқымайды. Барлығы осы телефонмен, ноутбук, компьютерден білім алады. Мәселе бұрынғы заман, қазіргі заманда емес. Біздің ата-бабаларымыз осы кітапты өсиет қылып, ішінде барлық небір ғалымдар, ғұламалары жазып шығарған осы кітапта. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Барлық бай қуатты болғың келсе, жақсы өмір сүргің келсе, осы ғұламалардың кітабын оқы, осы кітаптарды оқып шыға бер, балам. Әже, сіз сондай ақылды екенсіз. Мен сіздің енді өсиеттеріңізді, әңгімелеріңізді жиі тыңдап отыратын боламын. Қай кітап ше енді? Кітапты да оқырмын. Ал әже, қазір достарымен қыдырып келсем болады ма? Болады, бірақ абайлап жүр. Әрине. Кітапты кешке оқимын. Ой, пысығымай, мені алдап кетіп бара жатыр. Мына біз қыдыратын күні қар жауып кетті ғой, күн суық. Соны айтамын. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы. Балдар келмеді ма не? Жоқ. Қалада жаңадан ашылған абай мен әл-фарабидің ескерткіштерін көрдіңдер ма? Айтпашы соны. Соларды неге қоя береді екен, көңіл толмайды. Негізі ол да дұрыс қой, менің әжем айтты. Оқымыстылардың өз жан дүниесі қандай болады екен? Білмеймін, барып танысып көрейік. Жарайды әке. Сәлем. Есімің кім? Есімім Димаш. Негізі кітап оқимыз. Иә, қызық. Сендерге кітап оқу қандай ма? Негізі бүгін әжем айтқан еді, кітап оқыған жақсы деп. Жүріңдер, онда мен сендерге кітап оқымайды. Мен сендерге күшті кітаптарды көрсетіп жүріңдер. Әже, бүгін сондай қызықты күн болды. Біз достарымызбен далаға қыдыруға шыққан кезде бір баламен таныстық. Ол бала өте оқымысты екен. Біз барлығымыз кітапханаға бардық. Кітапханаға барғанда әрқайсымыз әртүрлі кітаптар оқыдық. Ол бала маған Абайдың кітабын берді. Және Абай Құнанбайұлының кітабы өте қызықты екен. Бетін бір ашқаным соншалық жабуға қимадым. Ол кітап Күлмесін! Қызыл басылды ма? Басылды ма? Сөйле. Ассалаумағалейкум.